жетістікке жету үшін менің түсінігімде адам бүкіл фокусын, яғни бүкіл энергиясын, бүкіл зейінін сол жетістікке арнау керек. Сен ұйықтан тұрғаннан бастап мен қалай да жетістікке жетсем деген сенде ішкі бүкіл жан дүниеңмен, бүкіл клеткаңмен, бүкіл өзіңнің қалауың тұруы тиіс деп ойлаймын. Және ұйқыға кеткенге дейін сен осы дүниені ойлануға тура келеді. Өйткені кез келген дүниенің әрине сұрауы бар. Сенің ол ішіңдегі мен қалай да жетістікке жетем деген мызғымас, тотальный решениең ішіңдегі ол қандай солқылдақты танытпау керек. Өмір жетістікке жетем деген сенің ішіңде бір қандай да бір мақсат алғаннан кейін өмір өзінің әртүрлі сынақтарын ала бастайды. Мәселен, сенің алдынан күтпеген жерден бір проблема туындап қалуы мүмкін, болмаса сенің күткен нәтижең бірден орындалмай қалуы мүмкін. Жетістіктің жолы бірден саған жеңіл, даңғыл жол болады деп ешкім уәде бере алмайды. Өмір болғаннан кейін алдыңнан көптеген түйткілді мәселелер келеді. Сол кезеңде сен өзіңнің қайда бара жатқанды, бағытың қайда екенін анық біліп, солқылдамау керек. Және жетістікке жетуге ниеті бар адам ұсақ түйекке, яғни болмашыға, маңызсызға, қажетсізге энергиясын бермеуді үйрену керек. Энергия деген дүние, өзіңіз представьте, мынау энергия. Егер сіз ол энергияңыз осында барынша құйып, бағыттап сол энергияңызды дұрыс жұмсай алсаңыз, оның материяға айналатын және өзіңіздің өміріңізде ақиқатқа айналатын құдіреті бар энергияның. Сондықтан өз энергиясын шашау шығармай, шашпай, өзінің адам егер жетістік жолына направить ете алса, әрине оның өмірінде міндетті түрде жетістік келеді.